қаласының орталық стадионында Толағай алыптар сайысы басталуға дайын. Қазақтың білектілігін, күштілігін көрсететін бұл сайыста 10 килограммдық найзаны лақтыру, 100 килограммдық бөренені көтеру, ауыр салмақтағы арбаны сүйреу, 141 килограммдық тасты көтеру сынды сондай бір бәсекелер өтеді. Алматы облысынан менмін деген жасы 18-ден асқан 90 келіден жоғары білекті жігіттер күш сынайтын болады. Бұрын соңды бұндай қазақтың білектілігін, күштілігін, жалпы ұлттық болмысын көтеретін бұндай жарыс ойындар ұйымдастырылды. Бүгінгі Толағай сайысында осы 100 килограммдық бөренені иығына салып отырып тұрады. Енді оған көтермек түгіл қозғауға орнатып шама келмейді. Келесісі 10 килограммдық найза найзаны негізі бір қолмен лақтырады. Бұлай. Оны енді мынаны лақтыру үшін керек. Оған білектің білегі, күштің күші керек. Қалмаймен ерлігін көретін боламыз. Ал бес қарудың бір түрі шоқпар еді. Шоқпардың өзінің қалай үйретінің мынау балуан шолақ шоқпары дейді. Асықпен, үлкен сақамен барлығы киізіліп жапсырылған, салмағы бір 10 килограммдай бар. Алма тас 141 килограммдық. Қозғамай қойын, бұның қажеті жоқ. Мынау 40 килограмм дейді салмағы. Бұл да батырлар мен алып күш иелеріне арналған дүниелер. Қазір жігіттер құмның үстімен сүйрейді. Енді арбаның көнелігін көріп тұрсыз. Үстінде құм басылған бөшектер бар. Мына жерде ауырынан ақырын қозғалтып жүргізу қазір ыңғайлы. Өйткені мына жер жол барлығы тегіс. Ал құмның үстіне апарып сүйреген кезде нағыз күшті талап етеді. 50 килограмм, салмағы 50 килограмм. Анау халықтан тыс адамдар дегенде көтеріп берген осы. Енді 50 килограммдықпен денеңді бір соқса, алмас көшпен не қалады адамдар, иә? Сенде бақыларыңыз қалмай отырғандай білек күшті болған осы көруге болады. Бұл жарысты ұйымдастырудағы мақсатымыз қазақ халқы ұсақталып кетті дейді. Жоқ, ұсақталған жоқ. Бұл аңыз әңгіме емес. 10 килограммдық найзаны ұзақтыққа лақтыру, арбаны сүйреу, 100 килограммдық бөренені, 150 килограммдық тасты көтеру. Ол біздің әлі де қазақ халқында ондай батырлардың бар екенін дәріптеу мақсатында осындай іс-шара ұйымдастырып отырмыз. Біздің басты мақсатымыз да осы. Сондықтан қазақ халқы қашанда батыр халық, батыр болып қала бермек. Осындай жарыстар өз жалғасын табады деген. Мына шоқпарларды қараңыздар, ілінген кепкен қазылар сияқты ілініп тұр, барлығы дайын. Кімді жүйдесінен ұрып құлатсаң да бұл жарайтын ағаштар. Қай жақтан? Қаскелең, салмағы. Бірақ соның ішінде қандай спортпен? Жүрегі ақ, халыққа деген, сәттілік, елімізге деген жанашырлық болады. Қадірмен спортсүйер қауым, құрметті қонақтар, біз бүгін Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің қабылданғанына 30 жыл толуына орай ұйымдастырып отырған Толағай алыптар сайысы атты облыстық турнирге жиналып тұрмыз. Баршаңызды осы айтулы мерекемен шын жүректегі құттықтауға рұқсат етіңіздер. Туымыз тоғырлы, ертеңбамыз еңселі болып, әнұранымыз асақтай берсін.
тәуелсіздіктің осынау қасиетті нышандары ұлтымыздың ұлы істері ұйыстыра берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Міне бұл жалғас ағамыз осындай аудандағы Ассалаумағалейкум, құрметті Жазиралы Жаркенттің тұрғындары және қала қонақтары, алып батырлар. Сіздерді бүгінгі керемет рәміздеріміздің 30 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған осы керемет алыптар айқасының шараның ашылуымен құттықтаймын. Baldastanı oturlarınız ortada, kolsam koşumet bildireyim. Балтаның өзі кәдімгі салмағы бар. Айға шу айға жазиралы Жаркен. Ол мен балтаны орысша иіру деген керек. Білектілік пен ептілікті талап етеді. Міне тіспен сүйреп жатыр. Міне тіспен көлік сүйреді. Ішінде 15 жігіт отыр. Міне мынандай ауыр темірді ойынға салып ию деген шыны керек. Қиын. Міне жасайтын жігіттер, білетін жігіттер уже майыстырды. Бір осылай үйіне кетіріп оған кейін Қалай болса да майыстырсың жайдар, ал тұр, ал, қошемет. Жігіттер 140 келі салмақтан тасты көтеріп жатыр. Шыны керек енді ондай тас көтеріп 50 метр жүру деген. Үлкен шығаннан көтеріп, кіші шығанға дейін жеткізіп жүрген азаматтар ғой. Әнеке қос. Тасты тік көтерді. Ал диярға қошеметтеріңіз қайда? 141 килограммды өте әділ таза көтеріп алып кетіп барады. Ал диярға шапылы. Сіздер оғанда 141 келіні көтеріп көрдіңіздер ма? Қиын емес шығар ғой, болады, салмақта. Ағам формада. Сәттілік. Иншалла. Bir minutun içinde енді мүмкіндігіне қарай иона салып отырып тұру керек. Бұның иыққа салудың өзі күш. Бір. Екі. Тақсы. Шеп. 31 өтік оңай емес, 100 килограмм салмақта. 100 килограмм. Ал кет, біріншіне қарап тұстырма, көтер. 31 көтерді. Міне, оғынан қозғатып, біраз жер сүйреген жігіт осы. Уақыт бітті.
биыл Алматы облысының қазақ күресінен жетісу бөрісі атанған жігіт. Осымен біздегі бәсеке аяқталды. Енді марапаттау рәсімі. Жарыстың көркін тудырған жігіттер міне сайдың тасындай барлығы. Білекті күшті азаматтар мықты. Күндеріне қарап, сен тұр мен атайын деген жігіттер барлығы. Жүлделі 3-ші орынмен көрерменнің ерекше ықыласына бөленген, өзінің батырлығымен, алыптығымен қара күштің иесі екенін танытқан, Райымбек ауданынан келіп отырған Сарқынбек Қастер, қошеметтеріңізбен қарекей. Сарқынбек Қастер, қошеметтеріңіз Райымбек ауданы. Ола жүлде егері. Жүлделі 2-ші орын. Жер жанаты Жетісудың орталығы Талдықорған қаласынан келіп отырған батырымыз Берсанов Ибрагим. Тұлғалы азамат. Күміс жүлде егері. Күміс жүлде егері және де дипломмен сондай-ақ 2-ші орынға 300 мың теңге ақшалай сыйлық. Келіңіздер қадірлі ел ағалары. Қадірменді ағайын, қымбатты Жазиралы Жаркент. 1-ші орын Панфилов ауданының азаматы Кауменов Дәурен. Қошеметтеріңіз аямаңыздар. Қошемет қайда, айқай шу қайда. Алтын жүлде егері. Алтын медаль егері. Толағай Албеуі Жазиралы Жаркент сіздерде қалды. Ақшалай сыйлық. Бүгінгі алыптар толағай сайысы аяқталды. Өздеріңіз көргендей керемет бір білекті азаматтардың күшіне, намысының биіктігіне, жалпы қазақы болмыстың жоғалмаған кешегі Табылмай мен Бөгенбай батырдың ұрпақтары әлі бар екеніне куә болды. Сондықтан жалпы бұндай ауқымды шара елімізде бірінші рет өткізіліп тұр. Жету телеарнасының Мади деген жігітті өз антенде съемка жасап жатыр. Жалпы керемет бұндай ұлттық рухты көтеретін, біздің намысымызды оятатын, жалпы қазақы болмысымызды жандандыратын осындай ауқымды жобалар бола бергені дұрыс. Осындайда осы керемет шараны ұйымдастырған азаматтарға алғыс білдіремін. Қазақ елінің атын көрсетіп жүрді дүлдүл жарыстарда топ жарса екен деп армандаймын. Сондықтан Аллахтың қалауымен бірінші рет осы жерде дода өтіп жатыр. Біріншіден асылымыз қазақ елі. Алладан бұйыртқаны. Бұндай алаңда ойнамады. Жаркент командарымыз. Қолдауы. Аллаға мыңдау шүкір. Бәрін